Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 61-ші сабақ нәтиже сабақ тақырыбы бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма сұрақтардың көмегімен мәтінге жоспар құру қажет. Яғни бұл жердегі біздің жоспарымыз Ұлы Қытай қорғаны, Таж-Махал кесенесі, мәрмәр тастардың түсі. Енді біз сендермен сөздердің көмегімен мәтін мазмұнын жазу керекпіз. Бұл жердегі біздің жазған мәтініміз Ұлы Қытай қорғаны сәулет кереметтеріне жатады. Ол қорған адамдарды ерекше сәулетімен тамсандырады. Ұлы Қытай қорғаны Қытайда орналасқан. Оған жыл сайын миллиондаған халық келеді. Таж-Махал Үндістандағы сәулет өнері мен әсемдіктің ең керемет туындысы. Оның түсі маусымнан маусымға өзгеріп отырады. Тіпті мәрмәрдің түсі сағат сайын өзгеріп отыратын қасиетке ие. Бұл біздің бірінші тапсырмамыз. Келесі орындайтын тапсырмамыз екінші тапсырма. Берілген сөздерден сөйлем құрастырып, жалаң және жайылма сөйлем құрастырып жазу қажет. Ең алдымен жалаң сөйлемдеріміз күн бұлттанды. Яғни бастауыш пен баяндауыш қатысқан сөйлем бұл жалаң сөйлем деп аталады. Екінші сөйлеміміз ұшақ көтерілді. Мұғалім кірді, Динара қуанды, түн ұзарды. Жайылма сөйлеміміз ұшақ биікке көтерілді. Мұғалім сыныпқа кірді. Яғни жайылма сөйлем деп аталу себебі бұл сөйлемге тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер қатысып тұр. Келесі орындайтын үшінші тапсырмамыз бұл жерде сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Төртінші тапсырма, яғни көп нүктенің орнына тұрлаулы мүшелердің қайсысы тиісті сәйкес келеді, соны қойып жазу керекпіз. Яғни бұл жерде мен бастауышпын, яғни көп нүктенің орнына бастауышпын деген сөзді қойып жазамыз. Үшінші сөйлемді сызбамен алмастыр. Яғни бұл жердегі біздің үшінші сөйлеміміз мен сөйлемдегі ойдың иесімін. Яғни бұл жерде иесімін, кіммін сөйлемнің соңында келгеннен кейін бұл бізде баяндауыштың қызметін атқарады. Кім, мен, ойдың, ненің, сөйлемдегі, қайдағы немесе недегі. Яғни бұл жердегі сөйлемдегі ойдың деген сөзіміз сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі қызметін атқарып тұр.